PowerPoint бағдарламасында суреттің көлеңкесін жасау үшін алдымен қажетті картинканы тауып аламыз. Мен мұнда ойыншық Мишка PNG деп тауып алдым. Мысалы, мына ойыншықты аламын. Осы ойыншықты копировать етіп алып, кәдімгі PowerPoint-қа келіп қоямын. Менде мұнда фоны жоқ сурет. Осының енді көшірмесін жасаймыз. Копировать етіп екінші жаққа қоямыз. Және де мышканың оң жағын басамыз. Сол жерде формат рисунка деген бар. Осы жерден мына рисунок дегенді басамыз. Сол кезде настройка рисунка деген бар. Содан яркость дегенді -100-ге және контрастность дегенді -100-ге қоямыз. Сол кезде біздің мишкамыздың көлеңкесі жасалынды. Енді осы настройка рисунканың ішінде төменгі жақта цвет рисунка деген болады. Сол жерде перекрасить деген жерден қажетті түстерге мысалы бояп қойсаңыз болады. Тағы бір суретті әкеліп қояйын. Мысалы, мына суретті алып келдік, артында фоны бар, осыны копировать етіп алып, PowerPoint-қа әкеліп қоямыз. Және де PowerPoint-та артқы фонды удалить етуге болады. Ол үшін картинканы белгілеп алып, жоғарыда формат рисунка деген бар. Сол жерден удалить фон дегенді басасыз. Сол кезде мына қажетті аймағыңызды белгілейсіз. Жақындап қарайтын болсақ, мұнда аттың аяқтары толық өшіріліп қалып тұр. Сондықтан пометить области для сохранения дегенді басамызда, осы аяқты бөліктеріне сақтап қалу үшін осыны басамыз. Осылай мышкамен басқарып отырамыз. Пометить области для сохранения дегенді баспасақ, онда бізде фонда алған кезде осы аттың аяқтары бізде жоқ болып кетеді. Осылай обрезка жасап артық бөліктерін алып тастаймыз да. Енді барып осы картинканың біз көшірмесін жасап алып, оны біз көлеңкесін жасаймыз. Яғни оң жағын басып, формат рисунка, настройка рисунка, және де яркость дегенді -100-ге, және де контрастность дегенді -100-ге қойып, перекрасить деген жерден мысалы қажетті түсті таңдасақ болады. Түрлі тапсырмаларды дайындаған кезде бұл да бір көмекші құрал. Кәделеріңізге жарасын.